Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше сондай жұмсақ пирогтардың бірі творожный пирог жасайтын боламыз. Ол үшін менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басыңыздар, менің жаңа шыққан видеоларымда алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып аламыз, жұмыртқамызды салып біріктіреміз. Араластырып алып, үстіне сахарымызды, шекерімізді саламыз. Қыздар, описанияда барлығы қанша грамм, қанша штук екен барлығын описания қалдыратын боламын. Міндетті түрде описанияны оқыңыздар. Жақсылап араластырып алып, үстіне електен ұн, разрыхителді қосып, бірге електен өткізіп аламын. Енді жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болу қажет. Міне біздің жұмсақ қамырымыз дайын. Енді начинкасына кірісетін боламыз. Ыдысымызға творогымызды салып аламыз. Үстіне жұмыртқамызды саламыз. Араластырамыз. Шекерімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Және үстіне кішкене манный крупа саламыз. Блендердің көмегімен начинкамызды жақсылап араластырып езіп аламыз. Блендермен ессеңіздер, начинкаңыз жұмсақ, нәзік, біркелкі болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен керемет жаңа хит рецепттермен бөлісіп отырамын. Менің каналым қызық болып жатса, сіздерге рецептім ұнап жатса, астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Қамырымызды менде диаметрі 23-24 сантиметрлі ыдысыма орналастырдым. Шететін тегістеп, біркелкі етіп алыңыздар. Үстіне начинкамызды салатын боламыз. Тегістеп, начинкамызды орналастырып шығамыз. Қасықтың көмегімен тегістеп шықтым. Менде үстіне шиенің вареньесін салып шықтым. Өздеріңізде бар заттарды үстіне әсемдік ретінде қойсаңыздар болады. Кішкене басыңқырап салып шықтым. 180 градуста 35-40 минутта дайын болады. Қыздар, міне пирогымыз дайын. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенемін. Менің каналыма тіркеліп, подписка жасап кетуді ұмытпаңыздар, достар. Міне қараңыздар, қандай керемет болып шыққан. Сондай нәзік, біркелкі, арасы тегіс болып шыққан, е? Алдағы уақытқа жолыққанша сіздермен болдым. Хадиша.